Анашым ауырып жатқанда 2 ай болды. Күннен күнге нашарлап жатыр. Онкологиямен ауырады анашым. Матрас алдық, неше түрлі кроваттар алдық. Еш нәрсе ұнамайды. Әшейін бір жаңағы жиналатын кроватта жатыр осы жатқанда. Сол ғана өзінің көңіліне қонымды. Күннен күнге қатты ауырып жатыр да. Сонымен скорыйлар айтқан еді. Даже обезболивающий көмектеспей жатыр. Скорыйлар айтқан. Мешіттен имам алып келіп дем салдырсаңыздар кішкене жеңілдейді. Ауруы жеңілдейді кішкене деді да. Сонымен мен отырып мешіттен имамдар шақырамын, не қыламын ше. Енді жаңа бір имам келіп дем салып кетті да. Осы получается бізде 4-ші имам да дем салып жатқан. Өткенде ең бірінші дем салғанда кәдімгідей жеңілдеп қалған тұғын. Жеңілдеп, тынышталып, сөйтіп қалған тұғын. Содан қазір енді қайтадан не алып жатыр да, сосын дем салдыру керек деді. Түнде өткен түн мен ұйықтамаймыз, қиналамыз ше. Мама екеуміз. Мамаң қиналып отқасын, өзіне отырасың қасында. Сосын енді бедейтін мешіттегі молда айтады. Хайызы келген адам қасына бармау керек, жын шайтандарды қосып алып келеді дейді. Мен қазір месячныйым келіп жатыр. Сонда мен қарамағанда мамама кім қарайды деген сұрақ туады. Мен жын шайтандармен не қылады екенмін, маған бармаймын. Мама сен қиналып өзің жата бер деу керек па сонда? Бірінші сұрақ, екінші сұрақ ол дейді. Қиналып жатыр дейді, қиналсын дейді, қиналғаны жақсы дейді. О дүниеге жақсы таза болып барады дейді. О дүниеге жақсы тазартып алып атқан ғой Құдай дейді. Сонда деймін да, мысалы, өт барады, кет барады, бүйтіп жүрек ұстап қалғандар өліп қалады ғой, мысалы. Мен бір атам бар, сөйтіп азында мал жаюға шығып кетіп баратқан. Жүріп барады, жүрек ұстап, сол жерде бірден кетті, сол на месте сол жерде кетті да. Сонда ол тазаланбай барды ма Құдайдың алдына деймін да. Бір анадан, бір әкеден туған бауырымызда, мысалы, ағам екеуміз ше. Оның әлемі басқа да, менің әлемім басқа. Неге деймін да ше. Неге сондай, енді ол дұрыс па, дұрыс емес па, менің көзқарасымда тупо соображать етеді, если честно. Ішің кетті ана тірліктеріне. Сөйтіп айтып жатыр екен да имам. Имамдарда бір мен түсіне алмадым. Білмеймін енді. Еще көсіліп, босып молда іздей бермеңдер, әкеліп дем салдыра бермеңдер дейді. Болды, бөлмесі нұрланып тұр, болды енді қоя бер енді дейді. Сонда білмеймін, Құранның ешқашан артықтығы жоқ қой. Кесе оқыса Құран оқып жатыр ғой, басқа еш нәрсе оқып жатқан жоқ. Енді білмеймін енді. Өзім мнениемді айтып жатырмын да. Айтатын ешкім жоқ уже.